түске шейін ұстаса да ұстап көрсін бала. Кішкентай бала, иә. Кішкентай балалар. 6 жасқа толып қалған балаларды Расул айтады, намазға қызықтырыңдар дейді. Оның жанында ораза да бар. Неге? Қызықтыру керек. Қайта түске дейін ұстап көрсе де ұстап көрсін бала. Сөйтіп түске дейін ұстаған оразасын кішкентай баланың өзін біздер тарапынан оны бағалайық. Әке ретінде, анасы ретінде, анасы мақтасын, әке сыйлық берсін, ой, балам жігіт болып, ой, менің қызым қандай міне ораза ұстады, қандай мықтысың деп бағалау керек. Сөзі бала оны түсіне бастайды. Значит, ораза ұстасам, әкем жақсы көреді екен, анам жақсы көреді екен, ораза деген жақсы нәрсе екен ғой деп, оның жан дүниесін дайындау керек баланың. Жаңағыдай ораза деген жаңағыдай күшпен ұрысып, былай олай ұсталынбайды да. Қалай ұстасыңдар да ұстайсыңдар, көп басты қатырмаңдар деп су ішкізбей баланың жан дүниесінде ораза деген басқаша қалыптасуы мүмкін.